Ассаляму алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шакшука таңғы асын дайындаймыз. Табаға сұйық май құйып, бірінші туралған сарымсақты салып қуырып аламыз. Сарымсақты кішкене қызартып қуырған соң, қызанақты қосып, 1-2 минут араластыра отыра қуырамыз. Кейін туралған пиязды қосып, 2-3 минут шамасында араластырып қуырамыз. Ұсақтап туралған қызыл болгар бұрышын қосамыз. Тағы да 1-2 минут араластыра отыра қуырамыз. Кәдімгі дүкендерде сатылатын томатный сокты құямыз. Бір араластырып, паприка және дәміне қарай тұз қосамыз. Мен жарты шай қасық тұз қостым. Ұнтақталған қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырып, 1-2 минут шамасында бұқтырамыз. Видеодағындай бір шетін ақырын ашып, жұмыртқаны жарып саламыз. Дәл солай тағы да 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне кішкене тұз себеміз. Өзіңізге ұнайтын кез келген шөпті ұсақтап тұрап сепсеңіздер болады. Менде ақ желкен, петрушка. Осылай сеуіп, егер ағуызы піспей жатса, бетін қақпақпен жауып, 1 минут бұқтырып алсаңыздар болады. Осымен біздің өте дәмді шакшука таңғы асымыз дайын. Міндетті түрде үйде жасап көріп, үйдегілерді таң қалдырыңыздар. Видео ұнаса, міндетті түрде лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.